Достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біздің Айша 24 сағат Эльза образында жүретін болады. Қараңыздар, уже Эльзаның көйлегін киіп алды. Шашын біз жөндеп қойдық. Қазір соңғы штрихтар қалды. Кішкене бетіне жылтырақ бояулар жағатын боламыз. Және туфли киеміз, е? Қазір бірге дайындалайық. Ал достар, қазір біз Айшаның бетіне кішкене осындай румяна жағатын боламыз. Розовый түсте. Кішкене освежать етіп тұрады бетті. Енді көзге, мына бізде осындай күшті блеск бар. Қазір көрсетем, көзіне осы блескі жағатын боламыз. Жұм көзіңді, маған қара, қатты жұмбай қой. Прям көп емес, аз жағамыз, аккуратно. Енді осында бізде ерінге арналған блеск бар. Осы блескті қазір жап беретін боламыз. Азанан тағы не бар? Все, бізде осындай легкий макияж. Енді отыра қойғызым. Қолында осындай Эльзаның палочкасы. Және Эльзаның осындай коронасы болады. Фокус дейсің ба? Коронасын осылай іліп аламыз да. Енді қара қызым. Алып тұрған жоқ па? Алып тұрған жоқ па? Енді бізде Эльзаның коронасын, Эльзаның көйлегін барлығын кидік. Кішкене мейкап жасадық. Енді бізде соңғы штрихіміз қалды. Бұны әлі Айша көрген жоқ. Қазір бірге реакциясын көретін боламыз. Көріп қойдың ба? Не бар бұл жоқта? Туфли, көріп қойдың ба? Мен қара ашмадымын. Қараңыздар, бізде Айша уже почти дайын. Эльзаның коронасын, кішігірім мейкап. Көрсетші мейкабыңды. Көзіне кішкене жылдырақтар жақтық. Қазір менде тағы бір блесктар бар. Соларды жабыстырып беретін боламын. Осындай палочкасы мен Эльзаның, қараңыздар, қандай күшті. Енді, мынаны қараңыздар. Еще бізде Айша бүгін ғана көріп тұр. Эльзаның осындай туфли бар. Зимний аяғы жаурап қалмасын деп. Осындай блестящий, прям күшті. Соны киеді Айша. Қан? Бүгін енді күні бойы осылай Эльза образында жүрейін деп тұр Айша. На, шақпа? Біз бұны еще кеше ғана алып келдім. Айша қазір бірінші рет киіп тұр. Қан, тұршы қызым. Тұршы, опа. Алысқа тұра ғой. Міне полный біздің образымыз дайын. Керемет. Қазір блюсті жабыстыра салайын, мен алып келейін. Бізде Айша уже дайын, толықтай киініп алды. Мына қараңыздар, көзіндегі жылдырақтарды. Қызым, значит, көрсете ғой. Күшті. Енді қазір садикке барып тойлайды жаңа жылда.
молодец. Достар, бүгін барлығымыз біздің Айша Эльзамыздың ойыншықтарын ашатын боламыз. Бұл жақта, мына қараңыздар, осында коробкада. Коробканың ішінде шариктері бар. Осы шариктердің ішінде сыйлықтар жасырылған. Сол сыйлықтарды бірге ашатын боламыз. Ал ішіне тағы біреуіз қалды. Енді ішінен не шықты? Не ол? Вау, сырға ғой мынау. Дай-ка. Қан тағайық құлағыңа. Осындай сырға шықты. Ал Эльза мұны құлағына тағады. Вау, қандай әдемі. Ал келесі шарикті аша ғой, қызым. Келесі шарикті ашып жатыр. Қатты тарта ғой. Вау, бұл жақта не? Екіншісі. Сырғаның екіншісі. Кел. Тақып берейін саған. Менің екінші тақамын. Кел. О, бисмилля. Қақты. Күшті. Ал, давай енді үшінші шарикті аш. Не шықты бұл жақта? Қағаз. Қағаз ашы. Жоқ, қағаз емес қой. Аш. Цепочка. Эльзаның цепочкасы шықты. Қандай күшті. Тақшы мойныңа. Біз тақтық. Қан? Ва, әдемі. Күшті. Енді келесі шарикті ашады Айша. Қолына тағатын білезігі. Бұл не? Резинка, заколка. Қан, көрсетші. Тоже Эльзаның осындай заколкасы шықты. Тағы заколка. Тағы заколка шықты. Келесін аша ғой енді. Тағы сумка. Екінші сумка шықты. Екі сумка бар екен. Бұның ішінен Эльзаның брелогы шықты, иә? Екен. Тоже заколка ма? Принцессаның заколкасы екен. Тағы заколка. Тағы заколка. Вау. Сол. Неше түрлі заколкалар шығып жатыр. Мынандай жоқ. Кольцо. 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 Нағыз Эльза болды ғой біздің Айша. Классында медали саскиндер. Пока.